Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға мұғалімге көмек айтарымен ұсынылып жатқан ойын тәсіл түрлерінің тағы бір сыпырасын ұсынамын. Бірінші, мағынаны тану тәсілі. Бұл оқу әрекетінің бір түрі, бұл ойлау мен үйренуге бағытталған әрекет. Негізінен мағынаны тану, мағынаны түсінуге бағытталады. Мағынаны тану немесе мағынаның мәнін ашу үшін, түсіну үшін оқушы бұл кезеңде жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай жасалады, тапсырмалар орындайды. Тапсырмалар орындау үшін арнайы мәтіндер беріледі, мәтінге сәйкес тапсырмалар беріледі, және сол мәтіндегі тапсырмаларға сәйкес сөз мағынасын түсіну үшін түрлі амалдар қолданылу керек. Әртүрлі әдістерді сәйкестендіру керек болады. Осындай мақсатта мен мағынасы қандай деген, яғни мағынаны танытатын ойынның түрін ұсынғым келеді. Мағынасы қандай ойынның мақсаты оқушыларды сөздердің мағыналарын ажырата білуге үйрету. Мағынасы қандай ойынының шарты өлең жолдарына сүйеніп, қарамен жазылған сөздердің мағыналарын табу. Қайыпбайдың қарашы, қандай ерке баласы, нан жемейді нансаңыз, тек қант пен бал асы. Бұл жердегі қарамен жазылған сөз нан және нансаңыз. Оқушылар нанның бірінші нан жемейді нансаңыз дегендегі нан сөзінің мағыналарына жатады. Нан дегеннің зат атауы екендігін, нансаңыз дегеннің қимыл атауы екендігін анықтайды. Лексикологиялық тұрғыдан келгенде, олардың нан деген біреуі зат есім, екіншісі етістік мағынасындағы амоним сөздер екендігін ажыратады. Осындай екінші өлең жолы. Тұр уылжып жемістер, еңбек қызды егісте. Күз береке, күз ырыс, тер сіңіріп жеміс тер. Осы жердегі тер сөзінің амоним екендігі, оның біреуінің заттық мағынасы, екіншісінің қимылдық мағынасын ажыратып түсінеді. Үй бола ма ауласыз, қоршап таста бау-бақты, дебем інім ауласыз тартады деп зарғақты. Осы жердегі ауласыз және ауласыз деген сөздердің айтылуда бірдей айтылатындығы, бірақ жазылудағы айырмашылығы, мағынасындағы айырмашылықтарына назар аударады. Осы арқылы амофондардың, амографтардың, амонимдердің өзара ұқсастығы мен айырмашылықтары түсіндірілетін болады. Осындай мақсатта жүргізілетін ойынның бір түрі мен кіммін деген ойын. Бұл ойын негізінен әдебиет сабағында қолдануға ыңғайлы. Ол үшін оқушылар белгілі бір шығарманы оқығаннан кейін оқушылардың маңдайларына жапсырма қағазға сабақта өтілген тұлғалардың аты жапсырылады. Жұптастар көршісіне сұрақ қою арқылы өзінің қай тұлға екенін табуы керек. Ол үшін мен жазушымын ба? Менің Ақбілек деген романым бар ма? Деген тәрізді сұрақтарды қояды, ал сәйкесінше көршісі соған я немесе жоқ деген жауаптар айтады. Осы арқылы сабақ барысында, әдебиет сабағында оқылған шығарма мен оның авторларын сәйкестікте қайталатуға болады, немесе сол арқылы кейіпкерлерін де, шығарманың мазмұнын да оқушылар өзінің қандай тұлға екенін табу барысында сұрақтар қою арқылы тағы бір мәрте қайталайды. Назарларыңызға рахмет, кәделеріңізге жаратыңыздар. Егер тәжірибелеріңізде қолданып көрсеңіздер, тіл ғылымы каналына кері байланыс жасап, пікірлеріңізбен бөлісулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет. Егер бүгінгі ұсынылған ақпарат сіздерге ұнаса, лайк басып, және тіл ғылымы каналына тіркелулеріңізді сұраймыз. Сау болыңыздар.